Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге Жанға дауа арнасы. Денсаулыққа пайдалы ең маңызды ақпаратты өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Алдымызда бүкіл мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы жақындап келе жатыр. Ораза ұстаған әрбір адамның ағзасында қандай да бір өзгеріс орын алады. Сондықтан бұл уақытта ағзаға нәрлі әрі құнарлы ас ішу өте пайдалы. Ауыз ашқан кезде құрмамен, сумен, немесе сорпа, ет қосылған көкөніс тағамы сияқты жеңіл тағамдармен ауызашарды бастау керек. Ас қорытуға 15-20 минут ажыратқаннан кейін майы аз, отқа піскен етті тағамдар, бұршақ тұқымдастар, көкөніс тағамдары, салаттар, айран сияқты тағамдармен жалғастыру керек. Ашығу кезінде адамның жүйке жүйесі асқазаны тітіркенген жағдайда тұрады. Әлсіреп, шаршап тұрасыз. Сондай кезде бірден қуырылған тамақ жеуге болмайды. Екіншіден, ащы тамақ жеуге тағы болмайды. Өйткені ашығу кезінде асқазандағы сөл көбірек бөлініп тұрады да, қышқыл бөлу деңгейі сәйкес келмей астың қорытылуына кері әсерін тигізеді. Рамазан айында жүйесіз тамақтанған адамдарда әлсіздік, депрессия, асқазанның ауруы және ас қорытылмауы, қан қысымының төмендеуі сияқты көптеген денсаулық проблемалары байқалуы мүмкін. Сондықтан бүгіннен бастап ащы, майлы, кофе сияқты тез шөлдететін, асқазанға салмақ түсіретін тағамдардан бас тартып, ағзаңызды жеңіл әрі құнарлы тағамдарға үйретіңіз. Ас мәзіріңізден қою шайды, тәттілерді, кондитерлік өнімдерді, газдалған сусындарды алып тастаңыз. Себебі бұлар ағзаңызды әлсіретіп, қарныңызды тез аштырады. Оның орнына талқан, тары, көкөністер мен жемістер, күріштен жасалған жеңіл тағамдар, қара құмық, құрма, сол жармасы, не болмаса табиғи шырындар, кептірілген өрік, мейіз, жаңғақ, жалбыз шайы, көк шай, сүт өнімдерін көбірек қолданғаныңыз абзалырақ. Суды тамақтанып болған соң ішкен абзал. Алайда жатар уақытта суды тым көп ішуге де болмайды. Тамақты да асықпай, аз-аздан жеңіз. Қарным ашып қалады деп қатты тойып алмаңыз. Сәресіге де уақыт пен орын қалдыруды ұмытпаңыз. Ауызашар кезінде орта мөлшерде тамақтану пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сүннет тамағына жатады. Өз уақытында, өз мөлшерімен ауызға салған тамақты асықпай жеу адамның өзіне, денсаулығына пайдасы мол. Алла тағала Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды, жасаған жақсылықтарыңызды, тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етсін.